Қайда жүрсең, атамекен. Қайырлы таң қымбатты телекөрермендер, Қытайға сапарымыз жалғасады. Біз бүгін Қасым Түртсең тарихы көрінетін, сан мың ғасырлық тарихы бар Сиянь қаласына келдік. Енді Ұлы Жібек жолына кезінде старт берген бұл шаһар туралы қызықты ақпараттар өте көп. Білгілеріңіз келсе, бізбен бірге болыңыздар. Бастаймыз. Бұл қалаға түнделетіп жеттік. Әдетте ымырт үйілгеннен кейінгі кадрларды соңынан беретін едім. Жарайды. Бәрін таста. Бәрін таста. Бәрін таста. Бәрін таста. Бәрін таста. Сиянь ежелгі цивилизацияның қаласы. Көптеген тарихи оқиғалар кешіріңіз. Оқас жоқ, байқап жүрсейші. Қазақ сөйледі ме? Иә. Сиянь 3000 жылдық тарихы бар көне қала. 13 династияға астана болған алып шаһар. Өз заманында Рим, Константинополь, Бағдат секілді ірі қалалармен иық тірестірген, мәдениеті мен сауда-саттығы салтанат құрған ірі орталық. Қысқасы, Қытай тарихының ыстық нүктесі дәл осы жерде. Қытайдағы 7 күн сюжеттер сериясының соңғы бөлімінде біз Сияньдағы мұсылмандар шоғырланған квартал, экзотикалық тағамдары және ең бастысы терракот әскері туралы баяндаймыз. Сиянь өз заманында халқының саны 1 миллионнан асқан керемет қала болған. Тіпті аумағының өзі 84 мың шақырым километрді құраған. Бұған сол кезде батыста дәурендеп тұрған Рим қаласының алтауын сыйғызуға болады екен. Тіпті кейбір тарихи деректерде қаланың орталық көшелерінің бірі болған Жусуэнің енінің өзі 155 метр болған деседі. Осылай Қытайдағы цивилизацияның ошағына айналып, дәурендеп тұрған қала әп-сәтте бір түнде қайғылы жағдайға душар болады. 1556 жылы Сияньда адамзат тарихындағы ең ірі жер сілкінісі тіркелді. Қуаттылығының жоғары болғаны соншалық зілзала 830 мыңға жуық адамды о дүниеге аттандырды. Бұл дегеніміз шамамен Атырау мен Семей, Тараз қалаларының тұрғындарын қосалғанмен бірдей. Осыншама жанның ажал құшуының екі себебі жер сілкінісінің таңғы уақытта болуы және тұрғындардың мынадай үңгірлерде тұруы. Осы трагедиядан соң Сияньнің халқы күрт кеміді. Тірі қалғандары босып, басқа жаққа көшіп кетті. Дегенмен арада біраз су аққан соң бұл өлке қайта жаңғырып, жаңара бастады. Қытайдың басты сауда алаңына айналып, Ұлы Жібек жолының ең алғашқы картасын жасады. Сонымен қатар қорған салғыш қытайлықтардың тағы бір тамаша туындысы дәл осы Сиянь қаласында орналасқан. Бұл Ұлы Қытай қорғанына қатысы жоқ, қала қорғаны. Мұны кезінде Мин династиясының императоры ішкі және сыртқы жаулардан қорғану үшін тұрғызған екен. Бұның енді Ұлы Қытай қорғанынан бір басты ерекшелігі бұл кеңдеу, жүруге ыңғайлы. Ұзындығы шамамен 20 шақырым. Мұны аралап шығу үшін 3-4 сағат уақыт керек екен. Сәйкесінше қорғанның ішіндегі қалада шенеуніктер, саудагерлер, жалпы бай қуатты адамдар тұрған. Ал сыртында қарапайым халық өмір сүрген. Ал олардың тек қана таңнан кешке дейін ғана қалаға кіріп шығуына рұқсаттары болған. Ал қарапайым халық оны қайдан білген? Қазір айтам. Анау отырған ғимаратты көріп тұрсыздар ма? Соны жергілікті халық қоңырау мұнарасы деп атайды. Соның ішінде алып қоңырау бар. Сол соғылған кезде таңертең қақпа ашылады, сол соғылған кезде кешке жабылады. Сиянь қазір туристік қала. Тарихқа бай болғандықтан өлкені келіп көргісі келетіндердің саны күн санап артып жатыр. Солардың басым бөлігі терракот әскерін көруге асығады. Мен де асықтым.
Терракот әскері туралы айтпас бұрын оның тарихымен танысып алайық. Ертеректе о дүниеде өмір барына қатты сенген император Цин Шихуанди өлген соң ана жақта мені кім қорғайды деп қатты уайымға салынады. Сөйтіп өзімен бірге қалың әскерді әкетуге бел буады. Оған дейін жер астынан алып мазар салғызып, оны сол заманда өзі билеп тұрған қаланың дәл көшірмесі қылады. Яғни оның ішіне өзінің уәзірлері мен қызметкерлері, мініс аттары мен экзотикалық жануарлары, әйелдер мен әскері, бар байлығы мен қолданған заттары бірге жерленіп, қысқасы, арғы өмірге барғанда императорлығым жалғасады деп білгенін істейді. Соның ішінде өзімен бірге көмілген 8000 терракот әскерінің жөні бөлек. Сол сарбаздардың мүсінін тұрғызуға 720 000 жұмысшы тартылып, 40 жылдай балшық иелейді. Қызығы сол, императордың тапсырмасы бойынша әр сарбаз бір-біріне ұқсамау керек. Әйтпесе жұмысшылардың басы кететін еді. Сондықтан да мүсіндерге зер салып қарасаңыз, біреуінің шашы ұзын, біреуінікі қысқа, бірінің мұрны үлкен, ал біреуінікі кішкентай. Осылайша бір-біріне ұқсамайтын жаяуы мен садақшылары, аттылары мен арбалылары рет-ретімен қойылған 8000 балшық әскер императормен бірге көміледі. Сол 8000-ның ішінде бүгінге дейін қазып алынғаны 618, оның 500-і жаяу әскер, 100-і жылқы, 18-і арба. Бұлардың барлығы бөлік-бөлігімен қазып алынып, реставрациядан өткен. Тек жалғыз мүсін ғана еш бұзылмай, оригинал күйінде бүтін табылыпты. Ол мына тұрған император әскерінің садақшысы. Әлемнің осы бір 8-ші кереметі үшін біз 4 фермерге рахмет айтуымыз керек. Жалпы адамзат рахмет айтуы керек. Олай дейтін себебім 1974 жылы сол жаңағы 4 жігіт қуаңшылық жайлаған кезде құдық қазып жатып, ойламаған жерден күректері бір тасқа тиіп, осы терракот әскерін тауып алған екен. Содан кейін олар түсінбей бөлшектерін ғана тапқан екен алғашында. Содан кейін олар сол мемлекеттік органдарға хабарласып, жағдайды жеткізген. Сөйтіп археологтар келіп, тарихшылар келіп, осы жерді қазып алған. Ал содан кейінгі ең қызығы, сол 4 жігітті немен марапаттады дейсіздер ғой? 30 юань бір қораз болды. Осындай ақылға сыймайтын аңыздан кейін әскерді өз көзіңмен көрген кезде амалсыз сене бастайсың. Бір-біріне ұқсамайтын, тіпті офицерлік шені бойынша сап түзеп тұрған сарбаздар император тіріліп кеп аттан десе атойлап шаба жөнелетіндей әсер береді. Айтпақшы, бұл дәл осы терракот әскері туралы түсірілген «Мумия» фильмі. Тамашаласаңыздар болады. 90-шы жылдары біз секілді қыдырып көруге келген бір турист видеоға түсіріп жүріп, мыңдаған сарбаздың арасынан бір сарбаздың көзін ашып, қайтадан жұмғанын байқап қалады. Және оны видеоға түсіріп алады. Содан кейін оны қорқып, үркіп, күзетке баяндайды. Бүкіл әлемдегі басылымдар, бұқаралық ақпарат құралдары сол туралы жарыса жазып, мынадай ат қояды. Яғни, терракот әскерлері қайтадан тіріліп жатыр дейді. Сенбейсіз ғой? Ары қарай тыңдаңыз. Танысып қойыңыз, Пабло Вендель. Терракот әскерінің нағыз фанаты дерсіз. Ол Сияйынға келген соң императорды күзетіп тұрған әскердің не сезінетінін, не ойлайтынын білу үшін алдын ала дайындалған костюм киіп, бетін бояп сапқа тұрған. Қызығы сол, оны ешкімде байқамаған көрінеді. Бірнеше сағаттан соң ұйқысы келген болуы керек, күзет қызметіне ұсталып, жазасы тек ауызша ескертумен ғана шектелген. Осындай аңызы бар әскер жаңағы неміс студенті секілді кім-кімді де еліктірмей қоймайтыны анық. Байқаған боларсыздар, келушілердің қарасы көп. Сарбаздарды мен де өз көзіммен көріп, бір арманымды орындадым. Орындадым да келесі кереметті көруге аттандым. Ал бұл Сияйындағы тағы бір керемет жер, мұсылмандар кварталы. Бірақ мен үшін керемет дейтіндей болмады. Сабылысқан адам, қолқаны қабатын жағымсыз иіс, сол иіспен аранын ашып, тамақтанып тұрған қытайлықтар. 1 километрге созылған осы көшеден бәрін табасыз. Соның ішінде ең көп тарағаны көше тағамдары. Не жоқ, құдай-ау.
шаян бар, тауықтың аяғы. Буы бұрқырап, майға шыжғырылып, мен мұндалап тұр. Ал басына ақ тақия киген сатушыларды байқадыңыз ба? Бұл туралы да тыңдар құлаққа аңыз бар. Олар жергілікті мұсылмандар, арғаталары, кезінде ұлы жібек жолына қатынаған керуенді күзетіп келген арабтар. Жаугершілік заманда осы Сиян жерінде тұрақтап қалған олар ұрпақ өрбітіп, сауда-саттықпен айналысқан. Ал бүгін сол арабтардың ұрпақтары дәл сол орында бабаларының ізін жалғап базар ұстап отыр. Түрі мен тілі Қытай болғанымен, діні ислам. Өздерін өзгелерден ерекшелеп бастарына ақ тақия киіп жүреді. Әйелдері жаулық тағады. Жалпы қазір Сияндағы мұсылмандардың саны 20 мыңнан асып жығылады екен. Барлығы да жаңаға керуен күзеткен арабтардың ұрпағы. Абылай, кішкене адам азайып қалды ма? Осындай қызықтарымен есте қалған бұл сапарда тәмам болды. Аз уақытта көп ақпарат беріп, тарихын тереңге жайған көне қала туралы аңыздарды сіздерге жеткізе алдық деген ойдамын. Сиян Қытайға жасаған жорығымыздағы соңғы аялдама болды. Кітаптан оқып, кинодан көрген аңыз әңгімелердегі артефакттарды көзбен көріп, қолмен ұстадық. Ұмытылмас әсер алдық. Қытайға жолыңыз түсіп жатса, біз көрсеткен орындарға міндетті түрде бас сұғыңыз. Әр бөлім картаңызға айналсын. Сәт сапар.